Енді жалпы осы бәріміз тынышталамыз. Қандия әңгімесі болып табылады. Сабақ былайынан группа бойынша айналдырасың, одан кейін басқа группаларда. Енді саған бүгінгі күнге сәттілік. Мен саған алдағы уақытта тек жеңіс тілеймін. Шанс берейін. Өзің шанда айналдырып. Жақсы адам. Ернат, сен бері қарай тілек айтқан балалар бері қарай келе беріңдер. Мал бол, ауырма. Tamam, şey kalk. Sarı. Güzel bir şeyler yapıyoruz onda. Sarı. Sabah kaşı oldu. Осы тақпыр сіздер тұтатында ең бірісінде абай туралы өттіңіздер ме? Өтті жалпы өттіңіздер бар. Одан кейін бір жақ болады бақытсыз жамал. Әтің өз-өзіне. Бақытсыз жамал шығармасына мен бұрынғы заманның өткен тарихымыздың қазақ үшін өте қиын болғанын, яғни руаралық келіспеушілік, тіпті қос ғашыққа да тың өміріне деген қол байқайды. Желтоқсан айының 24 күні туған, жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған деседі. Бала кездегі лақап аты Шамт емес болған. Сол жерде балалық шаққа саяхат деген не тұр? Әке мен баланың суреті көрсетілген. Мына тақырыпта. Осыны қазір бөліп оқып, сосын сіздерге тәрбие талап бесіктен деген сөздің мәнін ашып, бүгін қазақ отбасындағы тәрбие туралы сөз қозғайсыздар. Бірінші тапсырма. Одан кейін тынышталамыз. Шығармадағы ер баланың тәрбиелеуде әкенің рөлін ерекше екендігін аңғарамыз. Әке көмкерген болжанар, кеше көмген тон пішер деген халықтың даналығына түсінік беріп өтеміз. Топ бойынша болады. Ең бірінші, балалық шаққа саяхат кім бастап оқиды? Бастап оқысаң? Тыныштамамыз бәріміз. Міне, Үбиян әпкем үлкен үйден шықты да қазан басына ет алды. Мен оны көре сала болсамда, сүріне қабына екелей жүгірем. Әпкем аяғымды жерге тигізбей қағып алып, аспанға көтереді. Мен сықылықтай берем. Әпкем биікке мені бой создырып мәз болады. Сонан соң ол кенет ет бауыры жүріп мені камзолының омырауын ашып, қойнына жасырып алды да жүгіре жөнеледі. Бауыр құшағы қандай ыстық еді шіркін. Енді бірде ортаншы әпкем Әлиман мені ойнатып жүріп, үйдің ескі құсқысынан дөңгелек қора жасады. Сол қораға еліктіріп әкеп қамап, аузы ерінен бекіткені бар. Өзі көрші қыздармен кетіпті. Содан қоршаудан шыға алмай жалғыз өзім бақыра беріппін. Бұл азаптан жеңгем келіп құтқарып, әй жаман қызай деп әпкемді жасырып, мені әлдиледі. Көпке дейін ортаншы әпкемді жек көріп жүрдім. Әлі есімде, әкемнің кенже інісі мені оң алақанына тік тұрғызып алып, алты қанат үйдің ортасында әрлі-берлі жүріп алды. Мен болсам жария тұтым қалмай қорықсам да, тіземді бітпей қазып тұра беріппін. Көкем, қаз деп өзімен өзі. Атамның ескі түлік тымағына отырғызып, мені керегеге іліп қойғанда сол көкем ғой. Өзі кигізе жайғасып алып, ұзақ уақыт әуестікпен әуелеледі. Ал кәне балапаным, қанаттанып қашан ұшасың деп қояды. Мен қыңқылдап жылай бастағанымда дуана келіп қалады деп қорыққан. Содан баса көкемнің көзіне түспеуге тырысатынмын. Әкем базардан келе жатқан. Үлкен әпкем мені әкемнің алдынан алып шықты. Әкем қоржынды түзулеп ерге мені отырғызды. Жалман ердің қасынан шап беріп ұстай алдым. Әкем ат тізгінін жетектеп келеді. Үйге дейін 30 шақты қадам болса да, мен ердің екі жағына алма кезек ауытқып, қоржын ішіне сырғып түсе бердім. Әкем рақаттана күліп алып, қайтадан ерге отырғызады. Әпкем болса қатарласа жүріп, қорықпа, берік отыр дейді. Бұл менің ат жалына алғашқы қол тартуым еді. Тағы бір жай ойыма оралады. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып, баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма: "Сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда?" деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, "Ассалямалейкум аталар" деп әр сөзді қадап айттым. Бұдан әрине бәрі күлісіп жатыр.
Әйткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір ауыздан алейкум салам десті. Содан соң әрқайсысы маңдайымнан сипап мақтайды. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғасамын. Ол басымнан сипап отырып Жырын үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылай жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің жеті атам ата жөніндегі білімді тексеретін. Ел танудың ең басы ең алдымен осылай басталатын. Ол кезде кім білген? Енді осы жерде ел танудың басы ең алдымен осылай басталатын кім білген? Осы сөзге кім тоқталып, мән мағынасын ашып өтті? Менің ойымша, ел танудың басы ең алдымен осылай басталатын. Басталады деген сөздер, ол мысалға отан отбасынан басталады деп айтқанда, отан отбасынан басталады дегенде, отбасы ол әке ана болып саналады. Ал одан арғылар ол ата бабаларымыз. Сол мысалға көптеген ата аналар өз балаларын жастайынан бастап жеті атасын білуге үйретеді. Жеті атасын білген бала ол өз отбасын, түгел отбасын біледі деп айтуға болады деп ойлаймын. Себебі осы ата бабаларымыз да осы қазіргі тұрып жүрген еліміз үшін көптеген заттар жасап, біз қазір тұрған елімізде тұрып жүрміз. Мен жауап берейінші. Я не смог перевести. Неге оқушыларға қарап, дауысыңызды шығарып, нақты сөйлейсіз. Кімнің баласысың деп сұрайды дейді. Ол кімнің қосып айтқың келе ме? Сен өзіңде ағай жақсыдан басып сұрақ деген. Отан отбасыдан басталады. Сен қалай түсесің? Отбасы ол отан деген ол өте кішкентай. Жоқ, отан деген үлкен, отбасы деген кішкентай деп айтты. Содан құралады деп айтады. Құралады, иә. Жеті атаңды білесің бе? Ажақ мерекелі көрсетеміз. Яғни ол біздің болашақтағы бетпенеміз. Біз үйімізде не көрсек, болашақта соны басқа қошаны. Жұмыстан нені үйрендім? Үшіншісі, отанға керек ойлау, мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым. Төртіншісі, шынайылық, яғни сағат маған ниет қылмады. Бесіншісі, кішкентай бөлек. Бүгін біз жастардың өз